Мен Өтебаева Ақшарқат Нұрлыбекқызы Мұнайлы ауданы нөмір 2 жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Бүгінгі тақырыбым Адия Қаздойбы спорттық зияткерлік ойыны. Қаздойбы авторлық құқықты тіркеу куәлігі 2017 жылы алынды. Адия Қаздойбы спорттық зияткерлік ойыны авторлық құқықтық тіркеу куәлігі 2020 жылы алынды. Авторлары жоғарғы санатты дене тәрбиесі пәні мұғалімі Меденов Амангелді, екінші санатты дене тәрбиесі пәні мұғалімі Қалиманов Жарас. Адия Қаздойбы спорттық зияткерлік ойыны мақсаты қарсыластарының тақта үстіндегі барлық сарбаздары мен сұлтандарын жою немесе тосқауыл жасай отырып жүру мүмкіншілігінен айыру. Партия ұзақтығы 1 сағат, қиындығы орташа, стратегиялық деңгейі жоғары, қажетті дағдылар, стратегиялық ойлану, тактика, логика. Адия Қаздойбы ойынның ережесі: тақта 132 тордан тұрады, көлденеңнен латын әріптерімен А-дан Т аралығындағы әріптермен белгіленген, тігінен 1-ден 12 аралығындағы сандармен белгіленген. Бір тақтада 4 ойыншы ойнайды. Әрбір ойыншыда 8 тастан сарбаздан болады. Түстері көк, қара, қызыл, ақ түсті болып бөлінеді. Сарбаздар қою түсті торлардың үстімен орналасады және қозғалады. Тақта үстіндегі барлық сарбаздар саны 32 дана. Жүріс бағыты: жүріс оң жақ бағытқа, яғни ойыншылар сағат тіліне қарама-қарсы бағытқа қарай кезегімен жүреді. Бірінші жүрісті көк түсті сарбаз бастап жүреді, екінші жүріс қара түсті сарбаз, келесі үшінші жүріс қызыл түсті сарбаз жасайды, ал төртінші жүрісті ақ түсті сарбаздың кезегі. Ойын осылай кезекпен жүріп жалғасады. Сарбаз жүрісі: барлық ойыншылардың сарбаздары екі бағытқа, алға, оң және сол, яғни диагонал қою түсті торлар арқылы бір тормен ғана шабуылдап және қорғанып қозғалады. Кейін қарай жүріс жасай алмайды. Сарбаздардың жою жүрісі: сарбаз қарсыластарының тастарын 4 диагонал бағыт бойынша қасындағы торда тұрған басқа түсті сарбаздарды жоя алады. Қарсыластарының бірнеше тастарын жою кезінде жою жүрісі аяқталғаннан кейін ғана тақта үстіндегі жойылған тастарды алуға болады. Жоюшы сарбаз сұлтан қарсыласының бір тасын екінші рет аттап өтуге болмайды, ал бос алаңда бірнеше рет басып өтуге болады. Сұлтан атану: қарама-қарсы бағыттағы қарсылас ойыншының алаңның шетіне сарбазы жетсе, сұлтан атанады да сұлтан тасымен ауыстырылады. Мысалы, көк түсті сарбаздың F12 торында тұрған тасы және қара түсті сарбаздың A7 торында тұрған тасы да сұлтан атана алады. Сұлтан жүрісі: сұлтан 4 бағытқа қою түсті торлар арқылы қозғалады және 4 диагонал бағыты бойынша жоя алады. Жою жүрісімен сұлтан атану: бір немесе бірнеше жою жүрісінен кейін сұлтан атанған тасты осыдан кейін тағы да жою мүмкіншілігі туындаса, ол жүрісті жалғастырады. Жай жүріспен сұлтан атану: бір жай жүрістен кейін сұлтан атанған тастың осыдан кейін тағы да жою мүмкіншілігі туындаса, ол жүрісті келесі кезде жалғастырады. Шектеулер: бір рет жою, бір тасты 2 рет жоюға болмайды. Бір торды бірнеше рет басып өтуге болады. Міндетті жүріс: жүріс кезегі келген кезде қарсыластың жоюға болатын сарбаздың қасында тұрса, міндетті түрде жою жүрісі орындалады. Командалық ойын ережесі: жекелей ойын ережесімен бірде, айырмашылығы командалас ойыншылар бір-бірінің тасын жоймайды. Тосқауыл: командалық ойында жүріс жасау мүмкіншілігі жоқ команда ұтылған болып есептеледі. Ойынды аяқтау: ойын тең аяқталмайды. Ойын соңында 2 немесе 3 ойыншы қалғанда әрбір ойыншыға 15 жүріс беріледі. Ойыншылардың бірі жеңіске жете алмаса, тақта үстіндегі тастардың санына және дәрежесіне байланысты жеңімпаз анықталады. Жеңіп алған және өзінің тақта үстіндегі сарбаз тасы 1 ұпай, сұлтан тасы 3 ұпай болып саналып есептеледі. Бұл жағдайда да жеңімпаз анықталмаса, бірінші сұлтан атанған ойыншы жеңімпаз болып табылады. Бүгінгі Адия Қаздойбы жарысымыздың чемпиондары жетекшісі Өтебаева Ақшарқат нөмір 2 жалпы білім беру мектебі командасына марапатталды. Адия Қаздойбы зияткерлік ойынының чемпиондары Шаржаубай, екінші мектеп және Бексұлтан Ақнұр. Өтебаева Ақшарқат.